Авокадо жылы климаты бар аймақтарда өседі. Авокадо тағамдар косметология және парфюмериямен құнды. Жемістер, амин қышқылдары, талшықтар, темір, фосфор, кальцийден тұрады. Дәрігерлердің айтуынша, экзотикалық жеміс ас қорыту жүйесінің бұзылуына, жүрек қан тамырлар ауруларына және онкологияға пайдалы. Авокадо әртүрлі пішінде болуы мүмкін. Алмұрт тәрізді, сопақ. Косметологияға қолдану. Авокадоны маска қылып бетке жағуға болады. Авокадоның пайдасы: авокадо құрамында С, Е, К және В6 дәрумендері, сондай-ақ магний, калий сынды пайдалы заттарға бай. Сондай-ақ омега-3 май қышқылдары бар. Авокадо жүрекке пайдалы, көздің көру қабілетін арттырады, остеопороздың алдын алады, онкологиялық аурулар мен депрессияға шалдығудан сақтайды. Бұл жасыл жеміс жасушаларымызды қартаюдан сақтайтын белсенді антиоксидант. Сондай-ақ авокадоның пайдасы мен зиянды жағы да бар. Авокадоның зияны: авокадоны емізулі аналарға, 3 жасқа дейінгі балаларға және аллергиясы бар адамдарға жеуге тыйым салынады. Піспеген жемісті мүлдем қолданбаған дұрыс. Сондықтан тек толығымен піскен кезде ғана жемісті жеу қажет. Авокадо тропикалық ағаштарда өседі. -2 градус Цельсийға дейін аязға төзімді. Бұл тропикалық жеміс Мексикада, США, Бразилия, Африка, Израиль жерлерінде өседі. Достар, пайдалы тағам арнасына жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.